Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Рамазан айының бітуіне 12 күн қалды. Ендеше осы 12 амалды орындап үлгеріңіз. Бұл амалдар сіздің жан дүниеңізді рухани құндылықтармен толтырып, тәніңізге ауыртпалық түсірмейді. Бұдан тыс, әр күннің амалына бұрынғыша жеке-жеке тоқтала беретін боламыз. Сауаптар еселенетін бұл айда қанша көбірек ізгі істермен шұғылдансақ, соғұрлым мол сауапқа кенелетін боламыз. Бірінші, Құран оқу. Құранды мағынасын түсіне отырып, ережесімен оқу. Егер арабша қарып танымаймын десеңіз, алдағы санаулы күндер сіз үшін үлкен мүмкіндік. Қазіргі таңда Құран үйренудің небір тәсілдері бар. Өзіңізге ыңғайлы уақытты таңдап, Құран үйреніп алуыңызға болады. Ежіктеп болса да Құран кәрімді оқу үлкен сауап екенін естен шығармаңыз. Екінші, нәпіл намаздарды оқу. Әдетте нәпіл намазын 2 ракағат етіп оқу сүннет, әрі сахабалардың бәрі жарысып жасаған ғибадаттар. Тек мәкрух болған уақыттан басқа мезгілдерде жақсылап дәрет алып, 2 бас намаз оқи жүріңіз. Сондай-ақ сәске уақытындағы духа, түнгі тахаджуд намазы, ақшам мен құптан аралығындағы оқылатын әуәбин намазы, қаза намаздарыңызды да өтеп алыңыз. Үшіншіден, өзіңізге есеп беру. Серуендеп жүрсеңіз де, үйіңізде отырсаңыз да, өзіңізге мен қайдан келдім және қайда барам? Алла тағала менен не қалайды? Және менің Раббымның алдындағы міндетім қандай деген сұрақтарға жауап беріп, өткеніңіз бен бүгініңізге, келешегіңізге көз салыңыз. Қандай жақсы амалдар жасадым? Жамал амалдарым, оларды қалай өшірем? Ол үшін төртіншіден, күнәларға тәубе ету. Сәт сайын өткен күнәларыңыз үшін Алладан кешірім, жарылқау тілеп, шынайы тәубе етіңіз. Әсіресе ұйқыға жатар алдында өзіңізді соңғы рет қол жайып отырғандай сезініп, Аллаға жалбарыныңыз. Бесінші, Аллаға жиі мадақ айту. Алла тағалаға шамаңыз келгенше көбірек мақтау мадақ айтыңыз. Абу Хурайра пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бір қысқа ғана жиында 100-ден аса субханалла деп айтқанын риуаят етеді. Алтыншы, ренжіскен адаммен татуласу. Ренжіскен адаммен татуласу Рамазан айындағы ең іргелі істердің бірі. Себебі шайтан бір-бірінен жүзін бұрған мұсылмандардың араз болып жүргенін қалайды. Ал ораза кезінде арада реніш болған адаммен шынайы түрде кешірім сұрасып, татуласқан жөн. Есесіне амалдарыңызды аман сақтап қаласыз. Жетінші, араздасқанды жарастырып, қаймыққанның көңілін аулау. Араздасқан 2 адамның арасын жарастырып, татуласуына себеп болу да сауапты іс. Сонымен бірге уайымы бар адамның жанынан табылып, сабырға шақыру да теңдессіз жақсы амалдардың бірі. Сегізінші, садақаны көп жасау. Садақаны мейлінше көп жасау. Қолыңыздағы барды қиналған адамға, жетім жесірге, ауыр науқастарға санамай беру және олардың көңілін аулау. Садақаны қалтасы бай адам емес, көңілі пейілі бай адам ғана бере алатынын ұмытпағайсыз. 9-шы, жақын адамдарға зиярат жасау. Ең жақын ағайын туыс, дос-жаран, халін біліп, оларды мүмкіндігіңізге қарай үйлеріне барып, арнайы зиярат жасаңыз. Көмек қажет болса, жәрдемдесіңіз, шүйіркелесіп, жақсы нәрселерді әңгіме қылыңыз. 10-шы, діни жиындарға қатысыңыз. Мешітте немесе басқа кез келген ортада өтетін қайырымдылық шараларына, уағыз насихат, рухани кештерге қатыса жүріңіз. Сондай-ақ шақырған ауызашарлардан қалмаңыз. Және өзіңіз де ауызашар дастарханын жайыңыз. 11-ші, 5 уақыт намазды жамағатпен оқу. Жамағатпен намаз оқудың жеке оқығаннан артықшылығы көп. Сондықтан сауаптар 700 есеге дейін артатын қасиетті айда күнделікті парыз намаздарын жамағатпен орындауға тырысыңыз. 12-ші, қабірлерге зиярат жасаңыз.
Хадисте сендердің ең ақырлыларың өлімді жиі еске алатындарың делінген. Сол себепті қабірлерге зиярат жасап, бір жағы бақилық болған жақындарыңыздың рухына дұға бағыштап, өзіңіз де қабір өмірін еске алыңыз. Алладан сауабын үміт еткен күйде осы істерді атқарып, сауабына кенеліңіз. Алла баршамызға жар болсын.